Сәлем, осы видеода творожный ягодный пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге қант ұнтағы, миндальная мука, жылток, жұмыртқа, разрыхлитель және май керек. Сары майымыз 82,5% бөлме температурасында тұрған жұмсақ болуы тиісті. Қант ұнтақпен бірге осылай миксермен араластырамыз. Қантты да пайдалануға болады, бірақ қант дұрыс езілмей қалса, қамыр дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Бір дана жұмыртқа саласыз, бір дана сары уыз, яғни жылток, араластырамыз. Миндальная мука, кунжут салып, разрыхлитель саламыз, ванилинді саламыз, ұнды салып, қамырымызды илейміз. Бар күшпен қамырды тығыздап илеудің қажеті жоқ. Видеода көрсеңіз, жай ғана ұнды маймен бірге біріктіреміз. Тым қатты күш салып илемеңіздер. Артық ұн пайдаланбаймыз. Себебі ол қамырды тығыз қатты болуына әсер етеді. Өзіңіз қалаған 30-40 немесе 25-35 формасын жасап алып, форманың шеттерін жұмсақ майды жағып, бір тегіс етіп жаясыз. Оқтаудың көмегімен де жаюға болады, бірақ тесто өте жұмсақ болғандықтан қолмен де жайған еш қиындық тудырмайды. Форманың шеттеріне бортегін шығарып жайдық, себебі начинкасын құйған кезде ағып кетпеуі керек. Пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. 9% майлықтағы творог, 4 дана жұмыртқа, қант, сливки. Сливкидің 33%-дан жоғары болуы міндетті түрде. Салқын жылы болғаны маңызды емес. Жүгері крахмалы, лимон согын, лимон цедрасын қосып, барлығын бірге блендермен әдемі масса болғанға дейін езіп араластырып аласыз. Салмасы дайын. Оның сұйық болғанына еш уайымдамаңыз. Тестоның ішіне осылай құйып, өзіңізге ұнаған ягодаларды салсаңыз болады. Мен замороженный ягодалармен красный және черный смородина салдым. Осы кезде пешті міндетті түрде қыздырып қойыңыз. Конвекциямен емес, верх-низ режим бойынша 150-180 градус аралығында піседі. Ол сіздің пешіңізге байланысты. 35-40 минутта піседі. Пирог піскеннен кейін ортасы шамалы қимылдап тұруы мүмкін. Уайымдамаңыз, толық суығаннан кейін өз қалпына келеді.